Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін толық көру үшін каналға жазылып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысқа ұнымызды салып аламыз және тоңазытқыштан сары майымызды алып, жақсылап қолымызбен крошка дайындайтын боламыз. Қамырды, майды жақсылап араластырып аламыз. Үстіне қопсытқыш саламыз және тағы жақсылап араластырамыз. Енді таза ыдысымызға қант саламыз және үстіне бір жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін осы қоспамызды қамырымызға құйып, жақсылап және тағы араластырып қамыр илейтін боламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді өлшемдерімен төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Міне қамырымыз дайын. Енді формамызды алып, форманың астын майлап қоямыз, сары май жағып шығамыз және де қамырымызды осы формамызға жайғастыратын боламыз. Қамырымызды бортигін шығарып, асықпай жайғастыратын боламыз. Мендегі форманың диаметрі 26 диаметрлі форма. Қамырды жақсылап жайғастырып алғаннан кейін шеттерін шығып тұрған қамырларды осылай пышақпен кесіп алып тастаймыз. Енді келесі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны саламыз. Үстіне қантты саламыз. Енді қант пен жұмыртқаның үстіне глюкозный сиропты құямыз. Бұл сироп кондитерлік магазиндерде, дүкендерде сатылады. Граммен өлшеп салатын боламыз. Енді жақсылап венчикпен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне грек жаңғақтарын майдалап, өте майда емес, орташа көлемде майдалап турап аламыз да осы қоспамыздың үстіне салып жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді формадағы қамырымызға осы начинкамызды құятын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. 150-180 градустың арасында 20-25 минутта пісіріп аламыз.
яғни осылай арасына жаңғақ барлық жерге жететіндей етіп жайғастырып аламыз. Пешке жіберетін боламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болды. Қазір ортасын кесіп көрсететін боламын. Өте оңай әрі тез дайын болады. Қонаққа пісірсеңіздер де, сатылымға пісірсеңіздер де өте дәмді пирогтардың бірі. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.